Саламатсыздар, біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын. Бәкен ғой Бағдат, менің ең жақын достарымның бірі, бір-біріміз постоянно әңгіме айтамыз, 1-2 сағаттай. Өзі сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, өзіміздің бір жеке, бір кәдімгі біз доспыз екеуміз, бірақ себеп әлі өзіңге дейін себебін айтпай келатыр. Не үшін YouTube тастап кеткенін, не үшін бір кездері бұның Бәкен қойдың статистикасы өте мощный болды. Бір видеоның өзі 20 мың, 50, 60 кәдімгі Бәкен қой деген бренд болды. Кәдімгі Бағдаттың видеоларын бәрі обсуждать етіп жүрді. Бағдаттың видеоларын мем қылдырып жүрді. Дәл солай тағы бірдеме деген сияқты. Бағдат кәдімгі шын айтқанда өте атақты блогер болды. Кәдімгі просмотрлар миллионнан асқан просмотрлар болды бір-екі видеосы. Қаттан қалдым, миллионнан асу Қазақстанда үлкен жетістік. Бірақ менде әлі мысалы бір видеомның өзі 300 мыңнан сәл асты тек. Ойлап қараңыздар, ол 6 жыл ма 7 жылдың ішінде асып тұр тек қана. Бұл жерде жоқ, 6 жылдың ішінде. Бұл жерде дейтін миллионнан 1-2 видеосы болған. Міне қараңыздар, бір кездері видеолар азайып барады. Мен күн сайын кірем ғой былай. Видеосы болды, бұрынғы видеоларын қалдырып жүрді. Жаңадан видео шығарып жүрді, бір кездер шығарды. Бір кездер сонау 1-2 жыл бұрын оны өшіріп тастады да, ескі видеолар қалды. Оны да өшіріп, мен ескі видеоларын сұрадым, маған берші, мен өзіме салып қояйын деп, оны да өшіріп тастады. Ренжімеймін, өзінің енді несі өзі біледі деген сияқты. Сосын дұға шығарып жүрді, неше түрлі дұғалар, банағыдай дәрет алудың нелері, дәрет алу жолдары, дұға қалай оқылу керек, сол керім не болды, ұнады өзіме, бірақ оны да өшіріп тастады. Білмеймін не екенін, мен өзім қолдау білдіріп жүрдім. Бәкен ғой танысаңыз комментарий жазыңыз, не себептен ол да кетіп қалды. Міне қазір Бағдат Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Өзінің бизнесі бар, бизнеспен айналысып уақытта жоқ болар. Ол қазір даже тіпті кәсіпқой не десем болады, ойын ойнайды, неше түрлі ойындар ойнайды, соның ішінде GTA, көп ойындар ойнайды, ойынға қатысты бизнесі бар. Мәлімге дейін бұның фанаттары бар, айтып тұрмын ғой. Бұл ресми группасы Бағдаттың. Кезінде өте активный болған, әрине. Бәрі тарих. Кейде оралғысы келеді, стрим түсіргісі келеді, бірақ оған да бір вложение керек деп отыр, неше түрлі. Неше түрлі айтпашы, блогерлер жақсы таниды, өзі адамдармен жақсы нетеді. Арман Перманов таниды, неше түрлі. Ол жас блогерлерге көмектеседі, ешқашан өзінше болмайды. Қарапайым бро деген бар ғой, тіпті өзі кезінде фанат болған болып тұр ғой. Қарапайым бро, міне кезінде міне көрдіңіздер, 18-ші жылы өзі компьютерлер рейтинг жіберген, жұлдызды батылды, міне Бертін Сарин дейді. Келшеш ютубқа деп жүрдім, келш, жоқ. Не деп жетпейді, не жоқ деп жетпейді. Көбіне де видео ұнап отыр, қараңыздар. Айтпақшы, Бағдат ол бірнеше рет жоғалып жүрді өзінің ютубта. Бір жылға жоғалып кетеді, қайтып келеді, бір жылға жоғалып кетеді. Соның өзінде просмотр болды, бірақ соңғы жақтарында біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз.